Баршаға ассалаумағалейкум. Қазіргі таңда Camry'дің бағасы 16 миллионға шарықтаған кез. Кейбір үлкен отбасылар 16 миллионға отбасылық автокөлік таба алмайды. Бүгін сіздердің назарларыңызға Kia Sorrento'ны ұсынғымыз кеп тұр. Ендеше шолуда Kia Sorrento. Тамашалаңыздар. I got a couple more names, I wish that was bolded. The rapper goes in and goes in. I wrote quick words in a hurry. I just jump in this glory, yeah. Ай, кәрістер таңғалудан шаршамайды. Кез келген Toyota'ңызға бәсекелес тауып береді. 2020 жылдан бастап кәрістер өзінің озық технологиялық автокөліктер арқылы Қазақстанда жаулап жатыр. Kia Sorrento Toyota Highlander'дың тікелей қарсыласы. Kia Sorrento'ның бұл үшінші буыны бұл автокөлікте не өзгерді? Мынау толықтай диодты жарық шамы түнде жанғанда өте ұзақтыққа жанады, сондықтан да кез келген түнгі жолға шығып кете беруіңізге мүмкіндік береді. Және де мынау тұмандық жарық шамын сатып аларда өздеріңіз таңдасаңыздар болады. Бұл хрустальды және де диодты жарық шам болып келеді. Автокөліктің жалпы бұлай дизайнына қарағанда ең бірінші көзге түсетін ол мынау хроммен көмкерілген өте үлкен алдыңғы решетка. Автокөліктің бұлай решеткасының мынау формаларына қарасаңыз өте бұлай сұлу және де тиянақты көрінеді. Автокөліктің клиренсі өзгермеді, 185 мм болып қалды. Және де бір үлкен плюсы ол автокөліктің қорабында. 8 сатылы қорап дәл қазір жағармайды 2 есе қала жүрісінде аз тұтынуына мүмкіншілік береді. Капотымыздың астында 3,5 литрлі 249 аттың күші бар қозғалтқыш жатыр. Бұл қозғалтқыш автокөлікті 100-ге дейін 7-9 секундта шапшаңдыққа апара алады. Бұл дегеніміз осындай 2 тонналық кроссоверге өте үлкен көрсеткіш. Kia Sorrento Skoda Rapid тұрмақ Toyota Highlander'ден ұзын. Осы ұзын базасының арқасында автокөліктің ішінде орын өте көп. Мына 19-дық өзінің дискілері автокөліктің кез келген жиынтығында қоса жүреді. Ол бір автокөліктің бір сізге берген сыйы деп түсініңіз. Мынау Kia Sorrento'ның жалпы артқы дизайны Jeep Grand Cherokee еске салатындай. Мынау автокөліктің артқы жарық шамдары толықтай диодты. Бұл түнде жанғанда автокөліктің көркін береді. Автокөліктің багажы, яғни жүк салғышының кеңдігі 660 литрді құрайды. Және де мынау арқаңызды мына жерден тартсаңыз, құлайды. Ол кезде автокөліктің жалпы жүк салғышының көлемі 1760 литрге дейін жетеді екен. Ол дегеніміз кез келген жиһазыңызды автокөліктің артына артып жіберіп, құдалыққа бара берсеңіз болады. Және де автокөліктің артында үшінші мынандай климатты бақылау зонасы бар. Бұл мынау артыңғы 7-ші орындықтағы адамдарға арналған. Бұл 7-ші орындықтарға үлкен кісілер отыра алмайды, бірақтан да бала шағаны осы орындыққа отырғызып, бұларда арнайы өзінің ремені бар. Осы орындыққа отырғызып қойып, кез келген жорыққа шыға берсеңіз әбден болады. Black Mamba на паркете, подборах как Big Ticket. Ты засиделся на бенче, все, о чем мечтаешь, бенчик. Ты ведешь на джабстеп, в игре не вижу соперников, я MVP. Играю грязно как Родман, как на ногах мои Джорданы. Хожу по воздуху свободно, ведь я уверен в свой бэккорд и гордый по просмотрам. Өте ұзын базаның арқасында автокөліктің артында орын өте көп. Мінекей екі алдыңғы жолаушыға да орын көп, және де артыңғы жолаушыға да орын жетерлік. Автокөліктің артында не бар? Мынау есіктің қуысында бір стақан салғыш, және де ортада шынтақ тірегішіміз, және де 2 стақан салғышымыз. Kia Sorrento'ны мінетін адамдар көп су ішеді ау деймін соған қарағанда. Мына жерде 2 артыңғы жолаушыға орындық жылытқышымыз, 2 сатылы, және де үстімізде панорамалық крыша. Панораманың формасы өте әдемі, бірақ толықтай ашылмайды. Автокөліктің және де кез келген жиынтығында мына бір перде жүреді.
Бұл автокөліктің бір эксклюзив класс екенін білдіреді. Кейде сенің түрің суыққа картика, кейде тым еркесін білемін, бұл сенің тактикаң. Кейде миды аштасың тиіп нервке, кейде жоқ көңіл, кейде көтересің көкке. Сен әр кезде әр түрлісің, кейде түлгісің, кейде еңдейтін дәрісің. Сен әр кезде әр түрлісің, кейде түлгісің, кейде еңдейтін дәрісің. Бүгін кезіндегі сезімдерді ердік, мұны жерден тез кетейік. Бүгін кезіндегі сезімдерді Kia Sorrento'ның тізгінінде отырғанда бір өзіңді өте ыңғайлы сезінесің. Себебі автокөліктің мынау екі жанындағы қолдамшалары жүргізушіні ыңғайлы ұстайды. Рөлдің формасы шағын ғана және де өзінің бір дизайны өте әдемі. Мына жерде барлығы интуитивті, түсінікті, круиз контроль және де автокөлік пуш-старттан оталады. Ортадағы консольда 2 зоналық климат контроль және де рөл жылытқышымыз, 3 сатылық вентиляция және де орындық жылытқышымыз. Бұл қазіргі заманда көптеген автокөліктерде кездесе бермейді. Ортадағы консольда телефонды сымсыз қуаттау пәрмені және де 12 вольтқа 2 тетік. Мына жерде 2 стақан салғышымыз және де қорабымыздың мынау тұтқасы өте ұстағанға ыңғайлы, бірақ алдыңғы буынға қарағанда бұның дизайны өзгерген жоқ. Drive мод, мына жерде автокөліктің жүріс мінезін таңдаймыз. Мынау тұрақты ручник деп айтамыз барлығымыз. Мынау автокөліктің толық жетегін блокқа қою және де 360 камера. Және де дәл қазір сіздерге мына бір фишканы көрсетіп кететін болам. Автокөлік өзі автоматты түрде парковкаға қояды. Басқа мен дәл бұндай функцияны Sorrento'дан күтпедім. Дәл қазір бұл автокөлік өзі парковкаға қоя алады. Бұндай дейтін қазіргі заманда мінекей өзі тапты орынды. Маған әрға сал деді. Мен болды, ештеңе істемеймін. Автокөлік қазір өзі тұраққа қою керек. Мінекей. Дамыған заманы, қазір автокөлікті өзіңіз айдамайсыз да ғой тіпті. Бәрі есте, бақытты кездер, уақытты өтті лезде, өтті тәтті кез, екінші подъезд үйдің артындағы бау. Жаным ауыл кезде сен от дедің лаулағаны, араладым біраз жердің аруларын, ойланып сараладым бәрін, тәнін, мінезін, кезіндегі сенімен болған сезім. Kia Sorrento'ның тізгінінде отырғанда өзіңді бір биік ақбозат мінген серідей сезінесің. Автокөліктің рөлін тыңдайтын мәнері өте жақсы, яғни басқарымы өте жеңіл көлік сияқты басқарады. Ішінде орын көп, автокөліктің өзіндік бөлек атмосферасы бар. Мына ортада өзінің заводтық 8 дюймда дисплей тұру керек болатын, бірақ бұның егесі білмеймін не үшін, бірақ мынау Android'ты салып қойыпты. Бұл Қытайдың бәлесіне құмар болмаңыздар. Бұл аудио жүйені өте төмен сапада көрсетеді және де автокөліктің 360 графикасын құртады. Автокөліктің ең маған жүріс кезінде ұнағаны ішкі дыбыс изоляциясы. Дыбыс изоляциясы өте жоғарғы сапада, ішіне ешқандай қуыстан жел ұрып тұрған жоқ. Бұл дегеніміз, мысалға алып қарасаңыздар, кез келген Toyota'да қарасаңыздар, мынандай қуыстардан жел ұрады. Оны көбісі байқай бермейді, бірақтан да Toyota айдап жүргендер болса өзі байқайды ғой. Автокөлікте мынау көмектесетін, яғни жүріс кезінде сол жағыңызда адам келе жатса, мынау яғни бұрылыс шамын жақсаңыз, мінекей ескертіп жатыр, бұрма дейді. Бұруға және де ешқандай сізге мүмкіншілік бермейді, өте ақылды. Және де не бар бұл жақта? Бізде мынау сол жағымызда автокөліктің мынау дисплейінің жарық шамын ауыстыру және де сол. Автокөліктің үстінде панорама. Панорамамыз өте үлкен және де мына жерге шіркейлер кіріп кетпес үшін тор қойып қойған. Ол өте ақылды ойластырылған зат. Себебі бұл жазда өте қатты көмектеседі. Себебі сіз жоғарғы жылдамдықпен келе жатқанда автокөліктің ішіне шыбын шіркей кіріп кетуі әбден ықтимал. Нағыз қаланың автокөлігі, бірақ ұзақ жолға да өте жарамды. Маған автокөліктің мынау қарқыны ұнайды. Міне жеңіл автокөлік сияқты. 100-ге 7-9 секундта барады.
Бірақ автокөліктің қорабы айтарлықтай төмен нәтижеде. Себебі бір газ басқанда автокөлік 3 секундтан кейін барып, мінекей ойланып барып тартып жатыр. Енді бұл спорткар емес, бірақтан да енді осынша баға автокөлік алғасын, бұны бір минус деп те айта салуға болады. Kia Sorrento'ның алдыңғы торпеданың жан-жақтағы қолдамшалардың бәрі жұмсақ былғарыдан жасалған. Бұл автокөліктің ешқандай дизайнерлер ешқандай затына автокөліктің ақшасын аямаған дегенді білдіреді ғой. Мына рөліміз бірақ резинкадан болғаны кішкене ұяттау болды, бірақтан да өмір сүруге болады. Менде шыңдарға шығатын жол іздейм, ол жол бірден керегіңе жеткізбей, ол жолды бәрібір өзіңе өзің кетсін ғой. Керегіңді ал үнелден, менде шыңдарға шығатын жол іздейм, ол жол бірден керегіңе жеткізбей, ол жолды бәрібір өзіңе өзің кетсін ғой. Жұрттың балдары пысық, біздің баламысы қандай күйде болсаң да сірә сенімен, саған қарайтындар сенімен. Бірақ ақ сарғаймай тұрғанда көріп тастау керек банда. Көңіл жас сол баяқ қызыл опсандар, тәбеттәрі өсуде іште бір жылан бар. Досың сейдің түрі бар, күтпейсің жүрі бара керегін. Автокөліктің басқарылымында алдыңыздың бәрін көру өте оңай, себебі орындық биік орналасқан. Габаритіңіздің бәрін сезінесіз. Анау екі құлағыңыздағы айна өте үлкен, бүкіл Қазақстанды көруге болады. Kia Sorrento'ның бензиннен бөлек дизель жағармайындағы түрі де бар. Бұл несімен ерекшеленеді? 2 литрлі дизель қозғалтқыш көлемімен 100-ге қала жүрісінде 7 литр жейді. Автокөліктің қозғалтқышында 200 аттың күші бар. Бұл сыртқы келпінен ешқандай айырмашылық жоқ жағармайдан. Бұл автокөліктің түсі дәл қазір сіздерге қара болып көрінгенмен, бұл күнге шықса қоңыр кейпіне енеді. Автокөліктің айырмашылығы дәл қазір ішіндегі функцияларда. Бәрін сіздерге жеке-жеке көрсетіп кетем, ендеше кеттік. Бұл дизель жағармайындағы автокөлікте ең бірінші көзге түсетін айырмашылық ол әрине қоңыр былғарыдан салон. Автокөліктің салоны қоңыр, және де мынау табалдырығымызда аяқ тірегішіміз бар. Автокөліктің клиренсі биік болғандықтан, мынау табалдырықтағы аяқ тірегіштің мүлдем қажеті жоқ. Сіз автокөлікке отырғанда шалбарыңызды әбден былғап алуыңыз мүмкін. Сондықтан да өте ыңғайсыз орналасқан. Және де бұл жерде бір айырмашылық, автокөліктің орындығының орналасуын жаттау функциясы бар. Және де контроль полосы, жолақты бақылау функциясы. Және де автокөлік сайға қарай түскенде бір қалыпты жылдамдықты ұстап отыр функциясы. Басқа автокөлікте ешқандай да бір айырмашылық байқамадым. Болды ғой. Мінекей бүгінгі шолу осындай болды. Сіздердің назарларыңызға отбасылық кроссоверді ұсындым. Баршаларыңыздың назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған мен Жеңіс Нұрлыбай, компания Батыр Авто. Батыр Авто халық таңдауы. Біздің арнаға жазылып, осы видеоны чаттарда таратып жіберіңіздер. Баршаларыңызға рахмет.